Қайырлы кеш. Қазақша сөйлейтіндер, қазақша түсінетіндер. Қуырдақ шоудың кезекті шығарылымы студияда әдеттегідей менің әріптестерім Арайлым Кенжебек және де Олжас Дәуіт. Олжас қана шапалақтаймын. Шапалақтамын, қолымда флешка тұр. Сендерді көргеніме қуаныштымын, әдеттегідей. Және де жинап көрген жаңалықтарың бар деп ойлаймын. Жаңалыққа көшпестен бұрын. Жинап дегенде қалай ол? Осы жерде естігендерін шығарып бір жаңалық жазып жүрген жоқ, мен бір апта бойы. Естігендер болғанда өсегіміз. Жалпы жағдайларың қалай? Жақсы. Отбасы, бәрі сол. Тезок. Иманы жоғары, иманы тұрақты. Наурызда отқан сияқты. Патриот. Мына жерге президенттің портрет кетпеді. Президент келіп жатыр ғой енді бүгін. 23 жылы келді, 25 жылы араға 2 жыл салды. Ровно 2 жылдан кетті ғой. Жиілететіндей себеп те бар негізі. Бұрын Назарбаев 7 Енді жылда. Қызылорда дейтін кәдімгідей. Жоқ, Назарбаев деген жылда келетін еді ғой. Жоқ, жылда емес, 7 жылда бір келеді. Енді Назарбаев көп келеді. келетіндей себебі бар. Енді Қызылордада әлеуметтік нысандар, жалпы даму қарқыны, жолдың сапасы, көрсететін, көзге көрсететін дүние көп. Қарапайым тілмен айтқанда. Стадион. Иә, сол себепті соның барлығын көруге келді. Арай. Бүгін ашылады. Так, менде жаңалық, TikTok'та шулады ғой, торт 600 мың теңге. Иә. Бір блогер заказ береді 600 мыңға. Енді сол бойынша соттың үкімі шыққан, жаңа оқыдым. Жәбірленушіге енді жаңағы блогер қыз сотталушы 200 мың теңге айыппұл төлейді. Одан бөлек моральдық ущербке 100 мың теңге. Бірақ сонда 600 мың теңге айда деймін, торттың ақшасын бермейді. 50%. Енді көбіне сөйтеді ғой, мысалға бір адам шығыны болатын болса 10 миллион сұрайтын болса 10 миллион емес, сол 5 миллион, 3 миллион деген сияқты. Негізі бірақ тортты көрдіңдер ма сол тортты? 600 мың теңге стоит па? Көрдім. Көрермендер де көрген шығар, көрмегендер болатын болса. Иә, осы жерге үлкен қылып кәдімгідей шығарып қоямыз. Мен көрдім, әдемі-ақ торт. Анау өнер туындысы деп айтуға болады. Иә, бір апта жасадық дейді тортты. Көмекшілерімді алдым, бір апта жасадық. Бірақ бұл жерде блогердің айтып тұрғаны торттың бағасы 600 мың теңге шығады деп ойламадым дейді. Мен 100 мың теңге предоплата бердім. Алдын ала келіспеген. Торт қанша болады деген, кейін айтамын деген. Бұл жерде әдейі солай жасап тұр дейді. Кондитердің өзін кінәлап тұр ғой. Негізі бір-біріне қарсы арыз жазылған. Бірақ енді кондитердің несіне шешіліп тұр ғой бұл? Жоқ, бірақ енді бәрібір еңбектің, кез келген еңбектің ақысы болады ғой. Дұрыс қой, енді білмейміз ғой, біз басқасында жоқпыз, бірақ негізі кішкентай торт болса да, басқа болса да, мысалға кішкентай бенто торт дейтін торттың өзін мысалға 15 мың теңгеге сатып аламыз. А былай формасына қарасаң, өтірік айтпашы, бенто торт 15 мың теңге. Жоқ, бар ғой, қымбаттар бар ғой. Мен көрдім 15 мың теңгелік. Мен арзан торт жеп жүргенмін. Дешевый. Мынандай қымбат. Жоқ, ладно, я, ол еңбек. Жоқ, мысалға деймін да, ол анан бентоның формасына қарасаң, көлеміне қарасаң, ондай баға тұрады деп ойламайсың. 7 мың теңге мысалы. Енді кез келген еңбек бағалану керек. Мына жерде сен мені ұялдырып отырсыңдар, сендер андай ғой. Әйел адам болып, мен білмеймін да оның бағаларын, торттың құрамын деген сияқты. Сендер жақсы түсініп отырсыңдар. Шүкір Аллаға. Сенде не жаңалық? Менде жаңалық бағышталған әлім Қайрат чемпион болды. Иә. 5-ші рет чемпион болды Қайрат. Реал мен Қайрат ойнап, бүкіл футбол түсінбейтін барлық адамның несін оятты деп ойлаймын ше. Мен содан кейін көретін болдым. Просто ол жерде басқа бір подкастта айтты ғой. Реалды көру үшін бар. Ойындау керек. Реалды көру үшін Реал фандар барды. 200 мың, 500 мың тұрса да билет соны сатып алды, көруге барды. Ол жерде бірақ енді кәдімгі хит болған Джуд Беллингем. Джуд Беллингем. Жіттердің өзі сынып қалады ғой. Білмеймін енді ол қандай жіттер екен. Мбаппе ше? Ұрпақ алып қалу керек дегендей әңгімеде айтып отыр. TikTok'та ашсам бірыңғай сол Джуд Беллингем болды ғой. Өлең. Қап-қара қаш дей ма бір нәрсе. Қайрат чемпион болды. КПЛ аяқталды. Бірақ Мбаппені күтті ғой бәрі негізі. Әлем үздік ойыншылардың бірі ғой енді. Менің ойымша таза футбол тек Англияда. Мысалға мен Ливерпульдің фанатымын. Таза футбол Англияда. Мысалға ол жекең үшін таза футбол Испанияда. Ол Реал Мадрид 2000 жылдардан бері, 99 бар. 2001-ден бастап Реалдың фанаты. Формалары бар. Таза футбол кім ғой? Темірлан Анарбеков пен Шерхан ғой.
рахат. Бес гол жіберіп қоясың да, машина аласың. Рахат. Қайрат сол чемпион болды, мысалы соңғы турда шешілді. Егер Астана жеңіп кетсе, Астана болар еді. Бірде-бір, тең бе тең болды. Сатпаев салды ғой негізі. Сатпаев демекші, Сатпаев 18 жасқа толғанда неге ауысады деп еді ғой? Челсиға ауысады. Оказывается, Челсиға сразу ауыспайды екен ғой. Одан Челсидің жаңағы төмен командасы бар ғой. Әрине. Ю-17, Ю-18. Оларда да мықты ойыншылар бар ғой бізге қарағанда. Соған қабылданады екен бірден. Барлығы былай түсінді ғой, Челсиға сразу қабылданады деп ше. Основной состав. Негізгі құрамға қабылданбайды екен. КПЛ-ді көрмейтін адам ретінде маған тым қызық емес. Шынында екен, ол мысалға біреулер айтуы мүмкін, патриот болмайсың ба, анау-мынау деп. Білмеймін, патриотизм сонымен соған тіреліп қалған жоқ шығар. Мысалға мен КПЛ-ді көрмеймін. Маған КПЛ қызық емес. Мүлдем көрмейсің, Мүлде көрмеймін. Кім жеңіп жатыр? Мысалға Қайсардың 5-ші орында тұрғанда. Тек әйтеуір бірінші лигаға ұшып кеткен жоқ, соны білемін. 11-ші орын 11-ші регион. Сөйтіп, бүкіл қазақ жігіттері. Сонысымен біздің Қайсар биылғы жылы жаңалық қылды. Өзге командаларға өнеге болды. Тек легионерсіз ойнау не пайда берді Қайсарға? Енді бір жігер сыйлайды жас жігіттерге, жергілікті таланттарға. Біз ойнауымыз бізде мүмкіндік бар деген сияқты. Мысалы, сол сияқты «Офсайд» деген кино, сериал. Алғашқы сериясын көрдім, өте керемет түсірген Рүстем Омаров. Нағыз енді бетін ашты деп ойлаймын, бірақ бір жағынан. Жоқ, енді ол жерге сен жалпы футболдың айналасында жүрсің, түсінесің ғой, көптеген матчтарды көресің. Қалай ойлайсың, сондай бір шындықты бере алды ма ол сериал? Берген сияқты деп ойлаймын. Өйткені бізде қазір көп офсайд деген бар. Өйткені соңғы кездері біздің Қазақстанда жаулап алды букмекерлік орталықтар, конторалар. Бүкіл спонсорлардың бар логотиптері сол футболшылардың алды. Қазақстан кубогының өзі. Олимп кубогы ма бір нәрсе бізбай? Олимпиад Қазақстан. Сондай барлығы. Әдемі түсірген өте жаңа сәлем сошыл. Бірақ маған ұнамаған дүние сол сериалдың авторы бар ғой? Рүстем Омаров. Орысша. Жоқ, Инстаграм парақшасын бұғаттап тастады. Әлі күнге дейін ашпаған. Мысалға мен кеше іздеп таба алған. Оның оқырмандар көп тұғын негізі. Жоқ, сонда қалай шындық айтуға болмайды. Белгілі бір кемшілікті көрсетуге болмайды. Мысалға ол жерге сенде де парақшаң бар, Қызылорда айтамыз деген. Менде де парақша бар. Мысалға белгілі бір тыныш жүру керек қой сол үшін. Жоқ, белгілі бір тыныш жүргенде тыныш жүресіз, белгілі бір кемшіліктерді әрине көптеген жұмыс жасалып жатыр, көптеген жетістік бар, бірақ та адамның қолы араласқаннан кейін бір кемшіліктер болады ғой. Соны салып, мен осындай кемшілік бар, осыны бір орнын толтырса, осы кемшілікті жойса деген ниетте салса, бірден хабарласып шығады, бірден звондайды. Бастығыңа шығады, болмаса өзіңе шығады, түн демейді, күн демейді, тіпті келіншегіңе дейін шығады. Құлағына алтын сырға деп жазып ата-анаңа дейін шығады да. Менің ойымша, ондай давление жасау бәрібір бізді бір дамитын прогресске апармайтын сияқты. Біз сырт көзге әдемі ел болып көріну керек. Кімге ренжулесің? Жоқ, ешкімге ренжулі емес. Біз просто сондай бір кемшілік бар екенін, осыны жою керек деп мысалға сол сериалды шығарды ғой. Ал барды да ол сериалды бұғаттап тастады. Басты сылтау боғауыз көп дейді. Қазіргі өмірде мысалға мен кеше пост салдым. Қазір боқтамай жүрген адам тауып беріңдерші маған. Жоқ, боқтамайтын. Мен? Қазір кішкентай балаларға дейін боқтайды. Шешеден, әкеден, бір нәрсенің басыдың сөйтіп де боқтайды. Ондай сылтаумен білмеймін мен. Жоқ, қай сериалын жауып тастаған? Ақсай. Жаңа сендер айтып отырған ба? Сен көрдім деп отырсың. Жоқ, енді ол андай. Бірінші несі шықты, серия шықты. Сол серия шыққаннан кейін сериалды да жауып тастап. Основной емес, өткені тағы бір шықты ғой, тоже боғауыз ғой, атын тұр не туралы, полковник туралы сериал шықты ғой, екі сериясы. Білсіңдер ма? Ода да вообще ужасно ғой жақтау. Иә. Анау не бандит, короче, атынан орда полковник болып кетеді деген сияқты. Мысалы, ол сериалдың сериясы ма тұр? Плагиат енді, ол кәдімгі ресейлік сериал бар. Дәл сондай майор дейтін бар. Мынау майор ма? Майор, иә. Полковник. Майор мырза дейтін. Полковник деп кешірім сұраймын. Майор мырза дейтін сериал ғой. Жоқ, мысалы Америкада, Еуропада ашық көрсетеді
жаңағы елде болатын нәрселер. Бізде неге ондай емес деймін? Жоқ, ашық көрсетіп болғанда белгілі бір шекарадан аспаған күйде ашық көрсетті. Біз кейбір кезде ойлаймыз, сөз бостандығы бізден басқа елде бар, Орта Азиядан басқа елде бар. Кейбір жаңалықтарды, кейбір дүниелерді алдырып тастайтын да кезде болады. Мысалы, Америкада да болады, Еуропада да болады, оны мойындау. Бірақ біз дамыған 20 елдің, 30 елдің қатарына қосыламыз, демократиялық ел боламыз, жаңағы ашық үкімет орнайды, тыңдаушы үкімет болады дейтін болсақ, кемшіліктерді көрсетіп жатқан кезде, иә, бізде осындай кемшілік бар, бірақ соны жоюға жұмыс жасап жатырмыз деген бір кері байланыс орнаса екен дейсің бе? Ал жоқ, бірден шауып тастау, жаңағы аузыңа келіп нан салып отқан сияқты, соны міндетсінген сияқты. Мен саған ақша беріп отырмын, менің айтқанымды істеуге кешір. Кезінде басқаларға да ақша берген. Біз басқа бір сфераның адамдары емеспіз ғой. Ақша бердім екен деп айтқанын істетеді. Түсініп отырсыңдар ғой, қай сфера екен. Сондай сияқты ғой. Менің мысалы тағы бір жағымды жаңалық бар. Біздің Қазақстан Азия елдеріндегі ең бақытты елдердің үштігіне еніпті. Ең бақытты. Иә, ең бақытты елдер. Сен бақыттысың ба? Әрине. Жоқ, мен өзім бақыттым. Мен Қазақстанда туғаныма, қазақ болып туғаныма, қазақстандық болғаныма бақыттым. Енді сізге сұрақ қояйын ол жерге. Сіздің ойыңызша бақыттың өлшемі қандай критерийлермен есептеледі? Сіз не үшін бақыттысыз? Енді бір жағынан аспанымыз әйтеуір бейбітшілік заманда ашық, соғыс жоқ, тамағымыз бар, әйтеуір көшеге шығып емін-еркін жүре аламыз. Сол, мысалы, өйткені кейбір елдер бар, көшеге шыға алмайды, атыс жарылыс болып жатыр. Сондай тамақта ашаршылықта жұмыс жасап жатыр. Су жоқ, мысалы, Африкада. Бүтін бір ауылда, мысалы, бір су жоқ, 1 грамм суға зар болып отыр. Бізде, мысалы, өзің білесің, суды ағыздырасың ба, жаңағы краннан. Ақшасын төлеп отырсаң ғой, қанша қолданамын дейсің де, сонша қолданамын. Бақыттым, шүкір Аллаға. Суға қатысты. Ана счетчик орнатпайтындар бар ғой, әлі күнге дейін бар екен счетчик. Сол бүткіл бір домның ішінде бір тұрғын счетчик орнатпай ауыз суды пайдаланатын болса, соның пайдаланған ауыз суының ақысын бүткіл дом болып төлейтін сондай заң қарастырылып жатыр. Оған ойларың қалай жалпы? Дұрыс істеп жүрмін. Один за всех, все за одного деген сияқты ғой, орысша айтқанда. Жоқ, оның қолданылатын жері болады, қолданылмайтын жерде болады. Мысалға, ол білмейсің, көршіңнің қанша пайдаланып жатқанын сен қайдан білесің? Сен оның төлеген ақысын, мысалға, жаңағы армиядағыдай ғой, біреу косяк жасап қойса, бәрі соның косягі үшін соны белгілі бір нелерді жасайды. Мысалға, мен дұрыс емес деп ойлаймын, олай. Әркім өз үшін жауап беру керек. Мысалға, бала әкесінің қателігі үшін жауап бермейді ғой. Әкесі жауап беру мүмкін баланың қателігі үшін. Бірақ бала әкенің қателігі үшін жауап беру. Сондай сияқты не ғой? Біреудің қателігі үшін, біреудің кемдігі үшін сен. Әрине. Так, мындай бар екен жаңа. Қазақ спортшысы Азия ойындарында 2 әлем рекордын жаңартты дейді. Қазақстандық ауыр атлет Әлихан Әскербай жасөспірімдер арасындағы Азия ойындарында 2 бірдей әлем рекордын жаңартты. 17 жастағы спортшы екен. Жылға көтеруде 144 келін, ал серпе көтеруде 172 келін еңсеріп, 2 жаттығуда да жасөспірімдер арасында әлемдік рекорд орнатты. Үшеуміздің салмағы көтерген. Мықты. Үшеуміздің салмағы. 470. Мына жерге суретін шығарып қоямыз. Қандай жігіт? Сен точно шығарып өзің монтажында отырсаң енді. Жоқ, шығарып қоямыз. Алдында да шығардық па кімді? Байділдиновті. Ол жасты ма? Иә, 565 мыңға кофта, миллионға куртка. Өйтіп киінетін адам 500 теңгеге көтеру керек деп айтады. Дейтін ба? Оны алдыңғы. Мен шошқым бірақ енді амал жоқ. Бізде бүгін бір спорт жаңалықтары көп, жаңағы 17 жастағы жігіт 144 келі. Ана грифтің өзі қанша? 20 келідей бола ма? Иә. 20 келідей бола. Енді сұмдық қой. Біздің Қызылорда облысын айтпағанда Қазақстанның өзі Илья Ильиннен кейін шығарып шыққан штангистке жарыған жоқпыз ғой. Бұл еще әлемдік рекорд орнатты деп. Енді Айсамал деген қыздар бар, Рахат дегендер. Андай бір Евгений. Жарып жоқ, мысалы Олимпиадада нақтырақ айтқанда Олимпиадада шығарып шығып мен негізі нормально көтеремін. Қанша ал? Сен айтпақшы фитнеске барасың ғой? Мен айтып тұрмын, ауыр көтергенім,
70, я. Не қарайсыңдар? Жоқ, былай жерден көтермейсің. Мына жерге қоясың. Приседание отырып тұрасың, сосын тяга бар. Оны былай жаңағындай ұқсайды деп көтермеймін. Былай көтеріп тұрмаймын енді. Негізі айтып отқаным ба? Жоқ, арнайы тренажер емес па ол? Сол ана штанга тұрады. 70-80, иә. На денемен, бірақ мен бірақ үйде суды көтере алмайсың. Бұл еріншектік деп ойлаймын, тәлпіштік деп ойлаймын. Менде бір тағы бір жаңалық бар, кеше естідім. Нартай Аралбаева бар ғой, қазақ депутат. Сол бір мәселені көтеріп, пранкерлерге байланысты. Әлеуметтік желіде көп жасап жүр ғой пранкерлер, солардың несін шектеу қоюға. Мен ойлаймын, дұрыс деп ойлаймын, өйткені қазір шектен тыс шығып кетті. Адамдардың зәресін ұшырып, психологиялық ауытқуға апару мүмкін. Қазір сентиментальный адамдардың заманы. Иә, көбейіп кетті. Өте қатты сентиментальный. Қазір белгілі бір дұрыс қатты сөйлемек түгілі, дұрыс қарамай қалғанның өзіне көңіл күй түсіп, стресске кіріп кететін адамдар бар да. Мысалға мен бір пранкты көрдім. Мысалы қыз бала өстіп ұйықтап кеткен сияқты, жанындағы баланы иығына былайына болмаса былайына. Ол бірақ күшті ше сол ше. Жоқ, күштісіне былай енді сүйкімді көрінуі мүмкін. Бірақ екінші бір адамның шекарасы, қазіргі моральдық тұрғыда, моральдық есептейтін болсаң, сен екінші адамның шекарасы оның рұқсатынсыз кіріп тұрсың. Ол да мысалға заңмен қорғаланады. Сондай сияқты ғой. Енді пранктың көп пранктар. Сосын көбіне қазір жасанды интеллектпен пранк. Президент автосалонға келді деген пранкты көрдіңдер ма? Ол нормально, стоматологияда сөйткен ғой. Сөйтуге келді. Бірақ ұнайды бір шын сияқты. Бірден видеозвонокпен жүріп ана бастықтар де аяқ қолдары дірілдеп ше бастап. Кешеде өзіміздің Ержан ағамызды жасап бердім бізге мысалы. Айыра алмайсың ғой, таза ғой, четко ғой енді. Качество ше. Мен айтамын, 2-3 жылдан кейін үшін неге бармай шығамыз, иә? Фотосессияға. Бірден басын қоясың ғой, бұрынғы фотошоптар енді страшный ғой. Шақыру билеттерін білесіңдер ғой. Басы кішкентай денесі сонда реттеуге де ерінеді ғой сол кезде, бұлайда реттеп, шабал формасына кетіріп, жоқ қойы. Кукалар сақтап тұратын. Болмаса басы дәу денесі кішкентай сонда. Шектеу қойып, искусственный интеллектке жоқ, шектеу қою керек болғанда, кез келген нәрсенің ол жерге екі жағында қарастыру. Мысалға медальдің екі жағы сияқты. Мысалға біз осыдан 2-3 жыл бұрын шықты депутаттар, TikTok'ты жабу керек. TikTok'та дұрыс мусор бар, оны ешкім жасырмайды, мусор бар. Жартылай жалаңаш видеолар, нелер, бейәдеп әрекеттер барлығы. Бірақ познавательный контент тағы бар. Ал сен өзіңнің саныңа байланысты нені көргің келеді, соны іздеп көресің. Неге лайк басасың, нені сақтап қаласың, соған байланысты соның системасы, жүйесі саған шығарып беріп отыр. Ал сен жаңағыдай көретін болсаң, ол міндетті түрде шығады. Демек, жауып тастау керек деген адамдардың өздері, немесе солардың балалары, немерелері сондай дебилизм көретін болып тұр ғой. Дебилизм көретін болып тұр. Мысалға жаңағы қазақша сериалдардың бәрі қолғауыз, жабу керек, үйту керек деген депутаттың бала шағасы, немерелері боқтамайды деп айта алмайды. Ол көкемнің өзі де боқтайды шығар. Мысалға шашына ақ түскен әпайдың адам енді басқа тым проблема жоқ, барлығы шешіліп қойған. Жарайды, біздің Қызылорданың жолдары жақсы, қалған жақтың жолдары біздікіндей деп айта аласың ба? Айта алмайсың. Соның бәрін сырып қойды да, қазақша сериалдардың бәрі боғауыз. Жабу керек. Жап, жарайды, мемлекеттен қаражат алып отырса, халықтың қаражатына түсіп, ол жеке қаражатқа түсіп жатыр. Ол күнделікті өмірде қалай сөйленеді, солай сөйлейді. Мысалға театрдағы қойылыммен қазіргі веб-сериалдарды салыстыра алмайсың. Сосын кейбір қазақша кинолармен бұдан бір 15-20 жыл бұрынғы қазақша сериалдарды көргенсіздер ме жалпы? Сөйлеулері кәдімгідей анау мана жағыңнан келіп, тастай жүргің келеді ғой, анан ше, тыңдап отырып. Өмірде біз өйтіп сөйлемейміз ғой деп ше, театрдың несіне сөйлейді. Сіздерге банк карточкасы арқылы төлеуге болады ма деген. Соны айтпады ма деймді, оператор ма, продюсер болса. Жоқ, кезде актерлық шеберлікте жоқ қой, даже шындай. Жоқ, біреу айтпады ма деймді, Қайрат мынау жасанды болып тұр. Шамалы, естественно. Жоқ, ол жері ғана жасанды емес қой. Ол жылдардағы айтып тұрған сериал. Менің басым тауықтың жұмыртқасы ма екен.
еще анадай дауыспен айтады, үзіліп кетейін деп тұрған. Менің басым. Бізде ең әдемі сериал ше перекресток қой. Баяғыдағы, иә. Ең әдемі, сол. Сосын Саранча. Саранчаны көрмеймін. Саранчаны мына жерге шығарып қоямыз оны. Видеосын. Жоқ, үзіндігін шығарып қой. Мысалға қазіргі поколение білмейді. Перекресток шығардыңдаршы, күшті. Саранча деген көргенсіз бе? Ол не туралы? Ол да перекресток сияқты, бірақ несі мотиві басқа. Сол жылдар шыққан 2000 жылына. Қызық иә, хабарнама ғой. Күшті хабарнама болды. Басқа болмаса, жаңалық жоқ қой. Басқа жоқ. Енді әдемі тақырыптарды талқыладық. Маған ең қызық болғаны жаңағы торттың мәселесі қызық болды. Мен ана тортты көрдім. Ана торт егер алдын ала келісетін болса, бағасын ана өзінің бағасына тұрады. Торт сияқты емес. Сен мысалы алар ма едің сол тортты 6 сомға? Жоқ, бірақ мен алмас едім, бірақ мен үшеуміздің айлығымыз менің экономикалық жағдай келмейді оған вообще басқа бір нәрсе ала алмаймын. 600 мың үшін неге алып берсей? 410-ға кейін оласың ғой, 600 мың берсек. Дубайға демекші. Мен путевка алдым ғой. Құтты болсын. Сертификат қой, ваучер. Короче, перелеті страховкасы өзінен, қалған отель, жаңа анау шығындар бәрі өзіңнен. Сосын Каппадокияға, тағы бір қаласына қызықтуы барлығы қарастырылады. Тур, е? Турға ваучер ғой, е? Екі адамға. Кесу бар десе? Күйеу бақты. Осындай бір келіншек тауып беріңдерші бізге. Қой, ұтып алатын. Онда қоштасайық. Құрметті көрермен, кезекті шығарылымда бізбен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Бізді қолдаңыздар, қазақша контентті қолдаңыздар, лайк басыңыздар, тіркеліңіздер, пікір жазыңыздар. Сосын ана қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде барлық уведомление келіп тұрады. Қазақша контент деп, бірақ арай орысшаны не істеп жібере беремін ортасында. Жоқ, ол естественно нәрсе. Естественно дейтіннің өзі орысша. Ол жоқ, ол табиғи нәрсе. Біз күнделікті өмірде осылай сөйлейміз. Натуральный блондин деп. Дәл сондай болып тұр ғой. Көптен көп рахмет. Жақсы. Пока всем.